Тағы не мәселе айта беріңіздер. Ей, мәселе көп қой, продуктының бәрі қымбат, қант қымбат, ұн қымбат, бүкіл продуктың бәрі қымбаттап кеткен ғой. Халық аш, жалаңаш. Қашан халықтың жағдайын жасайсыңдар сендер? Бұл мәселені шешіп қойдық біз. Құдай қаласа халықтың жағдайы жақсы болады. Қант та арзандайды, ұн да арзандайды, әр отбасыға ақшалай таратамыз. Бәрі жақсы болады қазақта. Мына жақсы жаңалық қой. Айттым ғой саған жерден көп сөйлейсің. Қашан бұның бәрі? Құдай қаласа 3022 жылы болып қалатын шығар. 1000 жыл деген өтеді де кетеді ғой. Бірақ сол енді 1000 жылдан кейін алдап кетіп жүрмеңдер енді. Тыңдап тұрмын Басеке. Бардың ба вызовқа? Келдім аға. Не болып жатыр? Не болғанда семейный проблема екен Басеке. Қандай? Қандай болғанда, әйелі пол жуған, күйеуі кеппеген полдың үстінен аяқ киіммен жүріп кеткен. Сол әйелі жынданып, күйеуінің басынан 5 рет сковородка мініріп өлтіріп қойыпты ғой, насмерть. Енді ұстадың ба әйелін? Ұстағанда полдың кеппен күтіп тұрмын Басеке подъезде. Алло. Ей, албасы таксист қақта жүрсің, жарты сағат болды күтіп тұрғаныма күнге біжіп. Тұрмын ғой, есік алдыңызға келіп тұрмын ғой. Қан апельсиновый свет машинаны көріп тұрған жоқпын. Апельсиновый свет несі? Ей, жаңа машинам апельсиновый свет деп айтқан жоқсың ба? Ей, Opel синий цвет дедім. Opel Vectra. Ой, айтпайсың ба? Айттым ғой, не деп айтам? Көрдім. Ой, қазақтың қазақпен орысша сөйлескен осы ғой. Так, досым, білесің ғой, процентке беремін. Так, бұна 100 000 теңге бір айда, үстіне 100 000 теңге қосып 200 000 теңгеге әкеп бересің ғой. Болды. Негіз тыныштық па, не болып қалды? Не үшін керек болып отыр саған 100 000 теңге? Ой, бірәшқа сісті болып қалмай. Жан-жақтың бәріне қарыз болып жатырмыз ғой. Шаш аппақ. Қиын болыпты. Онда сен бір айда 200 000 теңге әкеп бермейсің ғой, саған қиын болады ғой досым. Қиын болуын болайын деп тұр ғой. Бір мәнісі болар. Сен битси досым, 100 000 теңген қазір құтылып қойда, бір айдан кейін 100 000 теңген құтыласың. Зато өзіңе жеңіл болады. 100 000 теңгесін қазір беріп қойсам 100 000 теңге қалады. Иә? Мә? Дұрыс болды. Енді 100 000 теңге қойып, бір айдан кейін смело құтыласың. Ассалаумалейкум, брат. Уалейкум ассалам. Мен ғой колесомен звондаған. Машина тексере берейін ба? Тексер. Бардачок ашшы, брат. Бардачокта нең бар, қуасың ба? Іші дәуіме кішкентай ма көрейік? Кетей бұлай. Что там, братчик? Болмайды, братан. Не? Білмеймін. Что-то не то сияқты. Ей, шал айдаған, оның алдында әйел айдаған. Екеуі де орыс. Маған түрік айдаған машиналар ұнайды негізі, брат. Ренжіме. Алло, темекі бар ма? Сатып әпшеге. Түсінбедім. Сатып әпшек дейміз. Қызыңды подъезге шығарып салда кеш бер. Все разговор. Мұң тұндырып жанары. Саламатсыз. Түріңді бұзып келетіндей не істеп қойдың? 40 деген знактан 120 мен өтіп кеттіңіз ғой. Дұрыс қой? Несі дұрыс? Ей, 120 мен келетқанда 40 деген знакты көрмейсің да ғой? Зу өтіп кетесің ғой, байқамай қой. Тебе всегда не верю. Жан, бұдан кейін ұрыспайықшы енді екеуміз. Иә, бірақ сен де бұдан кейін сәл ұрсақ төркінге қаша берген қойшы. Ой, мама да мазасыз деген. Алло.
жатсыңдар ма? Иә, келе жатырмыз. Әкелатырман ал бастыратынды түркін қаша берсін. Түрі де сұп-сұр сұржыландай. Бұндай қатар және шығару керек түңін. Мам, громкімен сөйлесіп жатырмыз, қасымда отыр. Ай, келесің да? Тұрыс болып тіккен. Сен жоқтан мына байын көңілі қағып болғанбайды. Келе беріңдер. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сплошнойға өтіп кеттіңіз ғой. Құжаттарыңыз. Өлі, өткенде құжаттарыңды алып қойбың ғой сен? Жоғалтып қойдың ба не? Девушки бывают разные. Қатын! Әй, не болды? Скорый шақыр. Жүрегім қысылып жатыр. Әкел телефоныңды. Пароль қандай еді? Паролі жазылып қалды. Кете берші, соткымды әкел. Мә. Ассаламалейкум аға. Уалейкум ассалам. Кіруге бола ма? Кір. Сен ба қарындасымның қолын сұрап артынан жүгіріп жүрген? Мен ғой аға. Сен менің қарындасымның артынан емес, сен менің миллиондарымның, менің ақшамның артынан жүгіріп жүрген мразьсың ғой сен. Жоқ аға. Мен сіздің қарындасыңызды шын сүйем аға, жақсы көрем. Менің бар арманым сіздің қарындасыңызды өмір бақи бақытты қылу аға. Миллион берем, қарындасымнан ажырады, көзіңді құртшы. Жоқ аға. Әлемнің бүкіл байлығын алдыма қойсаңыз да бізді ажыратамайсыз аға. 5 миллион берем. Ажыраттыңыз. Мразь, блин. Девушки бывают разные. Тағы не мәселе айта беріңіздер. Не мәселе болушы еді сол? Жоқшылық баяғы. Ай, қымбатшылық десе? Қымбатшылық, бәрі қымбат. Ой, жоқтан басқаны айтпайды екенсіз. Осы күйеуіңіз бір жоқты айтпайды ғой. Ой, мен карт ойнаймын, лот ойнаймын, өз ақшам өзімде. Қойшы бұны. Магазинге кіресің, бәрі қымбат, қымбатшылық, бағасын көресің, деп шошисың да қайтасың. Бұл мәселені шештік. Қалай шештіңдер? Ертеңнен бастап кімдегі магазиндегі бағаларды көріп, деп шошитын болса сіз сияқты. Жауапқа тартамыз, соттаймыз. Бұл мәселе шешілді. Қаяқта жүрсің? Кешіріңіз, ұйықтап қаттым. Ұйықтап қалдың мыңне сағат 10-25 кетсе, шоферсің ба, еш жақсың ба? Анаяқта мені халық күтіп отыр, жиналсын бар ғой қазір. Жапшы қатын даусында. Ой, Кешіріңіз, басеке. Қатын турасы сұсап, миым жейді, соған әдет болып қалған ғой. айдашы, айдаш. Депутат мырза, бір сұрақ. Bir сұрақ, өтініш. Тез айда, уақыт жоқ, бірақ сұрақ қой. Не ғой, қазір білесіз, халықтың жағдайы мүшкіл. Жұмыс жоқ, айлық аз, халық аш жалаңаш. Осы мәселенің шешімі бар ма? Бар. Қандай? Қандай болғанда сендер қыдырып жүргендеріңді, ішіп жеп отқандарыңды Инстаграмға, интернетке самасыңдаршы. Оны жоғардағылар көріп, жағдайларың жақсы екен деп отыр. Давай, короче, мен ұйықтаймын. Ұйықтаймын деп жұмысқа кіремін. Жәке деймін да, осындай байлыққа сіз қалай жеттіңіз? Мен таң қалам сізге. Любой тірлікті бастасаңыз жолыңыз болып кетеді ғой. Миллионерсіз. Осы байлыққа қалай жеттіңіз? Оп-оңай ғой, бауырым. Короче, әркімге ақыл айтасың ғой. Ола сен ақылын таңдайды, тірлік істейді. Рас сыртынан бақылап жүресің. Тірліктер болып кете ме, соны істейсің. Банкрот болып қала ма, рас басқа жаққа кетіп қаласың ғой. Мықты жәке. Мықты. Айта беріңіздер, бітпейтін не мәселе осы сіздерді. Әй, мәселе болғанда отопленияның бағасы қашан түседі? 3 ай бойы отопление төлейміз деп тас жейтін болдық қой. Мыналардың бәрі асып тозып жүншіп кетті ғой. Қашан түсіресіңдер отопленияны? Бұл мәселе 2027 жылға дейін шешіліп қалады. 2027 жылдан бастап сонда отопление бағасы түсе ме? Жоқ, 2027 жылдан бастап 3 ай қыста Африкада ма, Египетте ма ыстық жерде өмір сүріп келесіңдер ғой 3 ай.
Африка, Египет несі? Түк түсінбедім, не айтып тұрсың? Қалай түсіндірсем екен бұлар? Былай ғой, 2027 жылға дейін отопление бағасы түспейді. Жылдан жылға өсе береді. 2027 жылы қыста, 3 ай қыста Қазақстанда өмір сүрген шешем, Египетте ма, Африкада ма өмір сүрген арзанға түседі ғой сіздерге. Түсіндіре алдым ба? Түк түсінбедім. 3 ай қыста сонда біз не шетелде өмір сүреміз, а? Түк түсінбедім. Той біле, түсінбейтін несі бар я? 3 ай қыста семья бала шағамызбен шетелде өмір сүреміз. Африка жа Египетінде. 3 ай семьямызбен шетелде өмір сүргеніміздің ақшасын ішіп жегеніміздің өкімет көтеріп береді біз үшін. Сондай ғой. Жоқ қой, Құдай сақтасын. Жаңағы 3 ай отопление төлейтін ақшаның жартысына шетелге барып демалып келесіңдер ғой, қысты күні. Бізде нелерің бар? О, шешең, онда өлдік десей бәріміз. Неге тештік па? Семья бала шағамызбен полный кредитіміз просрочкада ғой, черный спискідеміз, шетелге шыға алмаймыз біз. Шетеліңде шешең микрорайонға барамаймыз, коллекторлар ұстап алады. Мен өлмеймін енді. 3 ай қыста Мишаның гаражында жата берем, мыналар таза өлді шешең. Тас болып қататын болды. Болмаса сен үйіңе апарып тастаймын әкім, 3 ай қыста мыналар сен үйіңде өмір сүреді. Точно сондай болатын болды ғой. Болады ғой. Иншалла бауырым, алла қаласа бір ай ораза келе жатыр. Сол бір ай оразада үйдегі шайтандардың, даладағы шайтандардың түгел аяқ қолдары байланады екен ғой. Үйдегі шайтанды аяқ қол байлана ма? Иә. Сонда бір ай бойы тамақты өзім істеп, кірді өзім жуып, үйді өзім жинаймын ба сонда? Сіз кімді айтып жатсыз? Әйелім, сіз ше? Шайтан? Сол? Сіз кәдімгі шайтанды айтып жатсыз ба? Иә. Иншалла. Elhamdülillah. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Так, санақ жүргізіп жатырмын. Әйеліңіз бар ма, жоқ па? Дидар! Әйелі бар екен. Ала саласыздар ма? Депутат мырза, бір сұрағым бар еді. Так, қандай сұрақ? Мысалы, чиновниктерге, депутаттарға қоғамдық көлікпен, автобуспен жол жүру тегін ғой, я? Иә. Онда не сіздер өкіметтен бір көлік аласыздар, автобуспен жүрмейсіздер? Енді халықпен жағаласпен дегенбіз ғой. Біз өлмейміз ғой, біз жүрмейміз. Халықтың жағдайын қатты өлейді екенсіз. Енді? Табақ. Ау. Табысты болыңыз дегенім ғой. Әумин. Болды ма, кете берейші. Осы табысты болыңыз ба, тоқтайыншы айналайын. Қабыл болмай қалды ма? Қасына шеге жағыласыңдар. Саламатсыз ба қарындас? Анандай бокс жасатын перчатка сатасыздар ма? Жоқ. Анандай көтеретін гирші, гантель дейді ғой. Жоқ. Спорттың ешқандай затын сатпайсыздар ма? Бұл продуктовый магазин ғой, арақ-шарақ сатамыз ғой. Ой, бір спортпен айналысайын десең осы ғой, өмір жолың болмайды. Пиво бересеңіз енді. Депутат мырза, бір сұрақ. Айта бер, не болып қалды? Депутат мырза, бір сұрағым бар еді. Қоя бер. Мысалы деймін да, өкімет түрмедегі зектерге 3 мезгіл тамақты тегін береді да, ал мектептегі оқушыларға тамаққа ақшаны ата-аналардан алады. Бұл қалай? Шынымды айтайын ба? Айтыңызшы. Өзіміз үшін ғой. Қалай өзіміз үшін? Мысалы біз депутаттар, чиновниктер мектепке қайтып бармаймыз. Ал түрмеге түсіп қалуымыз мүмкін. Бірақ ешкімге айтып қойма. Ешкімге айтып қойма болғанда кешкі 7-те жаңалықтардан көрсетеміз ғой. Өшір бауыр, мен қанша дейсің? Қанша болғанда Каспийіме бір 500 мың аударып жіберсеңіз болды, өшіріп тастайын. Болды, Каспийіңді айт. 8-700. Депутат мырза. Не білеміз, артын андып жүрсің, адамды ма шайтансың ба сен бала? Жоқ, біздің жұмыс осындай ғой просто. Не ғой, депутат мырза, сіз қарапайым халық тамақ ішетін жерден обед ішіп отырсыз? Мен адам емеспін, обед ішпеймін ба? Жоқ, депутаттардың өздерінің обед ішетін столовый бар емес па министерствода? Ояқта бір айлық тамағын бір аптада жеп болған мен, лимитім тұтпаған.
ас болсын енді не ғой депутат мырза бір сұрағым бар еді. қойшы. Мысалы Қазақстанның газы жерден шығып аққан мұнайы қазақтың өзінікі ғой, халықтікі ғой, Әрине. Онда не халық өзінің газын, мұнайын, бензинін ақшаға сатып алып отыр? Енді қазақ халқы кең ғой, қол ашық жомарт қой біздің халық. Болды ма? Осы ма жауабыңыз? Не енді басқа не? Саған ертең айтып отырайын осы жерде. Арсыз екенсіз. Ау. Ой, ас болсын дегенім ғой, ас болсын. Рахмет олайын, болды ма? Болсын башан мен тамашында болсын.